Саламатсыздар ма, құрметті Петемар мектебінің 40 жылдық кездесу кешіне келіп отырған қонақтар. Барлықтарыңызды көпке үлгі боларлықтай, есте қаларлықтай тамаша кештеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мен өзімді таныстырып өтсем, Махайба Жанат Бекболатқызы, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының келінімін. Менің әкем Жағыпар Бекболат, анам Жағыпарова Гүлшат және әкелеріміз Амангелді, Сымғат, Дидар бабаларымыздың қыздары болып келеміз. Бұл кеш өткенге оралу, мектептегі ең тамаша кездер, достықтарымызбен қауышу, парталас дос, мектеп үні, мектептегі бал кездер, қоңыраудың үні, осының барлығы бүгін сіздердің сағынышқа айналған кездесулеріміздің үлгісі болып келеді. Петемар десе, мен өзіме де өте ыстықтай көрінеді, себебі менің өзімнің туған жерім, куәлік бойынша алған документімде Петемар ауылына бұл кезеңде сіздерді отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, барлық арман тілектеріңіздің орындалуын тілеймін. 40 жылдық кездесу арттарыңызда өсіп келе жатқан ұл қыздарыңызға өте бір үлгі боларлықтай істеріңіз. Бүгінгі таңда да осы сіздер ардақты әке, аяулы ана, сіздер осы біздің тіректеріміз. Біз сіздер үшін, біздерге осындай тәрбие бергендеріңіз үшін, ел қатарлы азамат етіп тәрбиелегендеріңіз үшін мың алғыс айтамыз. Сағынышқа айналған кездесулеріңіз ары қарай жалғасын табып, мектептеріңіздегі осы қимастықпен кездескен бүгінгі қуанышты күндеріңіз барлығы құтты болсын. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар? Мен Есенғалиева Ранида Амангелдіқызы, 1996 жылы дүниеге келдім, Жаңақала ауданында. Қазіргі таңда номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінде мұғалім болып жұмыс жасаймын. 1985 жылғы түлектерді 40 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Халқымыз аман болып, еліміз тыныш болсын, дендеріңізге саулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілеймін. Өсіп келе жатырған ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, аман-есен осылай 50 жылдықты, 60 жылдықты тойлатып, аман-есен отыра беріңіздер. Бар жақсылықты тілеймін. Құрметті мектеп түлектері, мен Атау Айнұр Сымғатқызы, Астана медициналық университетінің студенті. Сіздерді және әкем Атауов Сымғат, анам Атауова Ақмаралды келіп жеткен 40 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бұл тек санмен емес, мәнмен өлшенетін үлкен белес болып саналынады. Қазақ айтады емес пе, бүгінгі мектеп партасы ертеңгі күннің биік жетістігі. Осы жерде отырған әрқайсыларыңыз талай асуларды асқарып, елге елеулі, жұртқа қалаулы азаматтарға айналдыңыздар. Мектеп қабырғасындағы балдәурен шақтар, бірге өткізген сәттер асыл естеліктердің бірі болып саналынады. Бүгінгі бас қосу сағынышты қайта оятып, достықтың жаңғыратын қастерлі күні. Осы сәтті пайдалана отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шалқар шабыт, баянды бақыт тілеймін. Достықтарыңыз мәңгі, жүздесулеріңіз жиі болсын. Тілектер күні құтты болсын. Всем ассаламу алейкум. Мен Оразбек Абдулахат Миралиева, мен сұлудың ұлымын. 68 жылғылар мамамның құрдастары, 40 жылдықтарыңызбен бар жақсылық тілеймін. Құрметті де қадірлі 1985 жылғы түлек аға апалар, сіздерді 40 жылдық мектеп бітіру кештеріңізбен шын жүректен Жанболат пен Нұрияның ұлы атынан құттықтаймын. Өмірлеріңіз жарқын, мәнді сәттерге толы болсын. Өмірлеріңіз көңілдеріңіздің кірбің шалмасын. Шаңырақтарыңызда әрдайым қуаныш, молшылық, береке болсын. Ұрпақтарыңыздың жақсылығын ғана көріп, аяулы әже, ардақты ата болып ұзақ өмір сүріңіздер. Тек қуанышты себептермен бас қосуларыңыз бітпесін. Сәлем берді, қалайсыздар? Мен Нұрманғали Серіктің қызы боламын. Отбасыда 4-еуміз. Мен 3-шісі боламын. Хапекейікте кассир болып жұмыс жасаймын. Папамның класстастарына сәлем жолдаймын. 40 жылдық құтты болсын, күшті өткізіңіздер. Құрметті Петемар орта жалпы білім беретін мектебінің 1985 жылғы мектеп түлектері және папа-мамаларым. Сіздерді мектеп бітіргендеріңіздің 40 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бір адамның ғана емес, бүтін бір ұрпақтың өмір жолына айналған, жүрекке жылы естелік болып қалатын ерекше белес. Осыдан тура 40 жыл бұрын сіздердің өмірлеріңіз үлкен бір жолға аттанып, арман арқалап, үміт жетелеп, мектеп табалдырығынан ұштыңыздар. Сол кездің балғын балалық шағы ұмытылмас ұстаздар мен
достар, жымиысты сәттер, алғашқы армандар бәрі бүгін ерекше күн болып есептеледі. Сіздердің өмір жолдарыңыз кейінгі буын үшін үлкен өнеге. Мен 2013 жылғы түлек ретінде сіздер оқыған қасиетті білім ордасынан бір бөлшегі болғаныма мақтанамын. Сіздер салған сара жолмен бізге күш, сенім және рух береді. Қымбатты түлектер, бүгінгі күн достық пен сағынышпен қайта қауышудың мерекесі. Сіздерге мықты денсаулық, ұрпақ қызығын көруді әрдайым жүздеріңізден шаттық пен жылылық кетпесін деп тілеймін. Кешегі балауса шәкірттер бүгінгі ел тірегі, отбасының ақылшысы, немеренің сүйікті атасы мен әжесі болу. Мектеп қабырғасынан бастаған достықтарыңыз мәңгілік болсын, көңілдеріңіз жас күйінде, жандарыңыз шуақ күйінде қала берсін. Ассалаумағалейкум баршаңызға қадірменді қонақтар. Және де бүгінгі 40 жылдық бірге тойлауға келген ата-аналар, баршаңызды құттықтаймын. Мен есімім Абылай. 1995 жылы Бөкейорда ауданы Марцай ауылында өмірге келдім. Қазіргі таңда Атырау қаласында жергілікті мекемеде сварщик болып жұмыс жасаймын. Анам Шакетова Гүлмира Бақтығалайқызының бірге оққан сыныптас достары, сіздерді де бүгінгі 40 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Немере жиендеріңіздің қызығын бірге көріп, аман-есен жүре беріңіздер. Және де тілегімнің соңын 4 жұмақ өлеңмен аяқтағым келеді. Білім берген 40 жылдық мектебім, біліммен, нәрәлдімен көктедім. Бірге ойнап, күліп ойнап жүрген кез, балалық әлі есімнен кетпедім. Сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Мен Миралиева мен Сұлу Досқазы қызының үлкен қызы, есімім Айнисат болады. Осы барлық 68 жылғыларды 40 жылдықтармен құттықтаймын. Енді 60 жылдыққа, 70 жылдыққа жинала беріңіздер. Отырыстарыңыз көңілді өтсін, мәнді өтсін, аспандарыңыз ашық, дендеріңіз сау болсын, 40 жылдық құтты болсын. Сәлеметсіздер ме? Тойға жиналған қонақтар, ата-аналар. Менің аты жөнім Көптілеуова Гүлзада Жасұланқызы, 34 жастамын. Мен Ақтөбе қаласындағы Марат Оспанов атындағы медициналық университеттің 2016 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Атырау қаласында ересектер және балалар кардиологы функционалды кабинет дәрігері болып қызмет атқарам. Осы видео арқылы бүгін анам Бақтығалиқызы Гүлмира және Жексен Кесемов Қайырбек, онымен бірге оқыған барлық ата-аналарымызды мектеп бітіруіне орай 40 жылдық ұйымдастырып жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Және бауыр еті балаңыз, балдай тәтті немереңіздің қызығын көре беріңіздер, немере шөбере сүйіңіздер. Бір кездері балғын жас, осы күнде 50-ді еңсеріп 60-қа аяқ басыңыздар. Ар жағында пайғамбар жасы, зейнет жасы келе жатыр. Сол зейнетке аман есен, дендеріңіз сау болып жетіңіздер, бейнетін, зейнетін көріңіздер. Әрі қарай осы 50 жыл, 60 жылдық деп тойлап, барлығыңыз бастарыңыз аман болып, ауызбіршіліктеріңіз мықты болып, кездессеңіздер тек тойда кездесіп, шаршасаңыздар тек тойдан шаршап, аман есен жүре беріңіздер. Барлығыңыздың басыңызға амандық, отбасыларыңызға шаттық, береке тіледім. Ассалаумағалейкум ардақты әке және қадірлі сыныптастары. Мен Әліби Ерболатұлы 1996 жылы дүниеге келдім. Қазіргі таңда Астана қаласында Албаты Construction компаниясында участка бастығы болып қызмет атқарамын. Әке атанып бір қыз тәрбиелеп отырмыз. Еліміздің болашағы үшін адал еңбек ету менің өмірлік ұстанымдардың бірі. Бүгін біздің отбасымыз үшін де, сіздер үшін де ерекше күн. Себебі дәл осы күні әкем және оның Алтын ұя мектебіндегі сыныптастары мектепті тәмамдағандарына 40 жыл толуын атап өтуде. Бұл жылдармен өлшенетін достықтың, естеліктермен өрілген өмірдің айтулы белгісі. Қымбатты әке, сіз мен үшін асқар таудай биік тұлғасыз. Ақыл парасатыңызбен, қарапайым болмысыңызбен, тынымсыз еңбегіңізбен үнемі үлгі болып келесіз. Осыдан 40 жыл бұрын өзіңіздің сыныптастарыңызбен бөліскен бала армандар бүгін орындалып, достықтың қадірін тереңнен ұғындыратын осындай естелікке айналуы тағдырдың шынайы тартуы деп білемін.
Қадірлі аға-апалар, бір кезде бір партада қатар отырып, бала арманмен үлкен өмірге қадам басқан сіздердің бүгін қайта қауышып, жастық шақты еске алуларыңыз жүректеріңіздегі сағыныштың, достықтың мәңгілігін көрсетеді. Бұл кездесулер өмірдің ең қымбат сәттерінің бірі. Әрқайсыңызға амандық, ұрпақ қызығын көруді, әлі талай кездесулерді жүздесу тілеймін. Бірлік пен достықтарыңыз мәңгі жасай берсін. Әр кездесу естен кетпес естелікке толы болғай.